Саған ұсынатын арнам ол Рафидің арнасы. Осы арнаға тіркелеміз, жанында тұрған қоңыраушаға басып кетеміз. Себебі бұл арнада өте кереметтей қызықты әрі сапалы видеолар шығып отырады. Осы баланың соңғы видеосына барып, Клэфидан келдім деп комментария жазамыз. Осы баланың арнасына тіркелеміз, сілтемесі төменде. Йоу, қалайсыңдар менің сүйікті дәрі өте кереметтей көрермендерім. Сендермен біргемен тағы да Клэфи арнасы. Бүгінгі видеода мен сендерге маған ұнайтын топ 5 ютубер жайлы айтып беретін болам. Ендеше мен өзімнің видеомды бастай беремін. Кеттік! Говорит, что любит и ночами обнимает. Сердце прижимает, а мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в айфоне. Өзінің бомж сериалымен мені қызықтырған арна ол Шелзидің арнасы. Достар, мен Шелзидің арнасындағы бомж өмірінің әрбір сериясын жібермей көріп отырамын. Шелзидің маған видеосына қатты тырысып монтаждағаны және де оның дикциясы, яғни сөйлеу мәнері қатты ұнайды. Достар, сол себептен мен Шелзиді топ 1-ші орынға қойдым. Топ 2-ші орында маған ұнайтын арна ол Морни Легенда Года деген өте кереметті Бекболат деген баланың арнасы. Морнидің маған видеосына қатты тырысқаны және де видеосындағы идеясы қатты ұнайды деп айтсақ та болады. Морни өзінің керемет идеяларымен мені және де өзінің көрермендерін баурап алды деп айтсақ та болады. Келесі, яғни топ 3-ші орында бізде Молодой человек Изгардың арнасы. Изгардың маған ұнайтын жері ол видеосына қатты тырысып, қызықты әрі күлкілі қылып шығаруға қатты тырысады деп айтсақ та болады. Достар, енді Изгардың маған приколдары өтеді деп айтсақ та болады. Изгар, саған айтарым, осындай қарқынмен өзіңнің видеоларыңды түсіре бер. Маған ұнайтын келесі арналардың бірі ол Дэнфидің арнасы. Дэнфидің маған өзінің кереметтей скиллі қатты ұнайды деп айтсақ та болады. Және де Дэнфидің маған нақты сөйлегені қатты ұнайды деп айтсам да болады. Естеріңізде ме, достар, Дэнфидің 2500 подписчигі бар каналын бір өзбек бала взломать етіп алған болатын. Дэнфи соған қарамастан 1-2 айдан соң қайтадан МКП-ге келді деп айтсақ та болады. Дэнфидің осы тұста маған ұнайтын жері оның ютубқа желаниясы ұрып тұр деп айтсақ та болады. Дэнфи, саған айтарым тек сәттілік, осы каналында дамып 5000 подписчикке жетіп ютуберге алуыңа тілектеспін. Келесі, топ 5-ші орында алатын ол бізде Денронның арнасы. Денрон өзінің ауылдағы өмір сериалымен мені баурап алды деп айтсақ та болады. Денрон өзінің видеосына қатты тырысып, өзінің видеосының идеялары маған қатты ұнайды деп айтсақ та болады. Одан бөлек маған Денронның актерлік шеберлігі қатты ұнайды деп айтсам да болады. Егер де Денронның видеосын көрген болсаңыздар, оның актерлік шеберлігін байқаған боларсыздар деп ойлаймын. Денронның одан бөлек маған сөйлеу мәнері, яғни дикциясы қатты ұнайды деп айтсам да болады. Денрон, саған айтарым тек осындай қарқынмен жалғастыра бер дегім келеді. Егер де осы видео сендерге ұнаса, лайктарымызды басып кетеміз. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сендермен бірге болған мен тағы да Клэфи арнасы. Давайте, балдар!